Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмді әрі шұбатылып тұрған мап-майда болып ұйыйтын айранның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тек 2 литр сүт және 2 қасық ряжанка керек болады. Ряжанканы құйып, оған алдын ала жылытып алған сүтімізді құямыз. Бұл сүттің барлығын құйып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, жылылап орап қоямыз. Осылай жылылап орап 5-6 сағатқа қалдырамыз. Үйіп болған соң 2 сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Міне айранымыз дайын. Қазір жақсылап араластыратын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай айранды сапырдық. Енді міне мап-майда шұбатылып тұрған айран болды. Егер рецептім ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналымның дамуы үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.